Сәлем достар, бүгін пицца жасайтын боламыз. Дәмі дәмханадағыдай болады. Бізге керегі жылы су, жылы сүт, сұйық май, тұз, қант және ашытқы. Бәрін біркелкі етіп араластырып, алдын ала иленген ұнымызды қосып, қамыр илейміз. Басы біріккенше осылай илейміз. Бетін жауып жылы жерге жарты сағатқа қоямыз. Қамырымыз көтерілгенше сауысын дайындайтын боламыз. Бізге керегі қызанақ. Қызанақты осылай майда етіп турасақ болады, немесе блендермен езіп алсақ болады. Алдын ала қыздырылған табаға қызанағымызды құйып, шырына шыққанша қайнатамыз. Оған қант, тұз және орегано қосып, араластырып, сәл қайнатып, үстінен су құямыз. 5-7 минуттай қайнатып, қоймалжың болғанда астын өшіріп суытамыз. Көтерілген қамырды әр бөлікке бөліп, осылай қолымызбен жайып, одан соң оқтауының көмегімен жаямыз. Қалыңдығы осындай болады. Дайын болған қамырдың бетіне сауысты біркелкі етіп жағамыз. Шамамен 1,5 қасық кетеді. Алдын ала күштен өткізілген ірімшігімізді бетіне себеміз. Содан кейін шұжығымызды қойып шығамыз. 200 градусқа алдын ала қыздырылған пешке пісіріп аламыз. Міне пиццамыз дайын. Астарыңыз дәмді болсын.